Саламатсыздармы? Бүгін біз дайындайтын тамақ ең тез дайын болатын тамағымызға керек болатын заттар: колбаса, пияз, картошка, тұз, жұмыртқа. Табамызды газға қойып, астын жағамыз. Үлкен қылып жағып, басында табаны қыздырып аламыз. Кейін оған турап қойған картошкамызды саламыз. Картошканы салып, оны қызартырамыз. Табан ağzын жабып, астын ширек қылып қоямыз. Картошкалар күйіп кетпеу үшін. Кейін біраз өткеннен кейін оны ашып, тағы араластырып, оған колбаса саламыз. Мен каналыма тіркеліп, лайк, подписка басып кетіңіздер. Сіздерге пайдалы болған ақпараттармен бөлісемін. Өте жеңіл үйде дайындайтын тамақтармен бөлісіп отырамын. Осылай пияз саламыз. Араластырып, барлығын қуырып аламыз. Осылай. Жұмыртқа. Мен 5 жұмыртқа салдым. Жұмыртқаларыңыз болса тағы да қоссаңыздар болады. Жұмыртқа болмаса 2-3 жұмыртқа да сала берем. Каналыма тіркеліп, лайк, подписка басып кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.